Сәлем достар. Бүгін бізде математика пәні 3-ші сынып 4-ші тоқсан 160-ші сабақ бөлімінің атауы уақыт, сабақтың тақырыбы секунд деп аталады. Бүгінгі сабақта сен секунд өлшемін бірлігін қолданып өлшеуді үйренесің. Бізде сағат дәлелеген секунд дегеніміз уақыттың ең кіші өлшем бірлігі. 1 минут бұл тең болады 60 секундта секунд. Ал міне сағат 1 минутта секунд тілі сағаттың цифр болатын толық айналады. Сен жаймен 1 дегенде 1 секунд өтеді. Уақыттың ең кіші бірлігін өлшейтін құрал секунд өлшеуі. Секунд өлшеуі қайда қолданамыз? Жүгіргенде, қолымызға дейді, кітап оқығанда. Сұрақтарға жауап бер. 10-ға дейін санау үшін саған неше секунд уақыт керек? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бізге 6 секунд кетті. 30-ға дейін санау үшін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Бізде асып кетті олар. 60-ға дейін санау үшін саған неше секунд уақыт керек? Бірінші тапсырма сағаттардың көрсетілген уақыттарын анықта. Біріншісінде бізде 12 сағат 15 минут, 14 сағат 45 минут, 9 сағат 10 минут. Екіншісінде түнде, яғни мынада 3 сағат 20 минут, 21 сағат 30 минут, 9-дан 30, 23 сағат 40 минут, 11-ден 40. Бұл кешкі, яғни түнгі. Кеште. Екінші тапсырма көрсетілген өлшем бірліктерін өрнекте. 1 сағат 60 минут, яғни мұнда 195 болады екен. Келесі. 2 сағат 40 минут. Келесі. Қазір балалар, күте тұрыңдар. 4 сағат 50 бізде бұл. Так. Қазір бұл бізде жаңағылар қайтадан шыққан 290 минут болады екен. Келесі 3-ші тапсырма көрсетілген өлшем бірліктерін өрнекте 2 минут 15 секунд. Бұл бізде 1 минут 60 секунд. Бұл бізге қажетті өлшем бірлік. Бұны обязательно жазамыз. Міндетті түрде. 2 минут 15 секунд, яғни бұл бізде 135-ке тең екен. Екіншісі 3 минут 30 секунд 210. 135. 5 минут 42 секунд, бұл бізде 342 секундқа тең екен. Келесі тапсырма 4 есепті шығар. Назым мектепте аптасына 2 күн 45 минуттан би үйірмесіне және 30 күн 50 минуттан қол өнері үйірмесіне қатысады. Назым аптасына қанша уақытын үйірмелерге жұмсайды? Жауабын сағат минутпен өрнекте өзіңді тексер. Би үйірмесіне 2 күн 40 минуттан, қол өнері үйірмесіне 3 күн 50 минуттан. Белгісіз сағат минут. Шешуі 2 көбейтілген 40 қосылған 3 көбейтілген 50 тең болады 230. 230 минут тең болады 3 сағат 50 минут. Жауабы Назым аптасына 3 сағат 50 минут уақытын үйірмелерге жұмсайды. Келесі дұрыс және бұрыс ойыны. Бір тәулікте 14 сағат бар. Бұл бізде бұрыс. Бұрыс. Келесі 1 сағатта 60 минут бар. Бұл бізде дұрыс. 1 минутта 120 секунд бар. Бұрыс. Бұл бізде дұрыс емес. Секунд уақыттың ең үлкен өлшем бірлігі. Бұрыс. Секундты өлшейтін құрал секунд өлшеуі. Дұрыс. Кері байланыс жетістік баспаудағы. Жақсы түсіндім. Сұрағым бар, мүлдем түсінбедім. Сіздерді мен жақсы түсіндім деп ойлаймын. Ал біздің сабағымыз аяқталды.
сабақ ұнаса тіркеліп алыңдар. Осымен біздің математика 3-ші сынып 160-ші сабақ секунд тақырыбының видеосы өз мәресіне жетті.